Бүгінгі әңгімем Күркебай мерген туралы болмақ. Шығыс Қазақстан облысында, әсіресе соның Қатон-Қарағай ауданы бар. Шығыс Қазақстан облысында. Сол жердің халқы бұл кісіні енді жатқа біледі. Күркебай мерген десе. Күркебай мергеннің ерлігі өте ғажап енді. Торғай облысында көтеріліс ашқан Амангелді Иманов, соның сарбаз досы Кейкі мерген туралы кинолар да шықты, неше түрлі әңгімелер де жазылды сол туралы. Сол дәл Кейкі мергенге ұқсайтын қол мерген, әмбе көз мерген Күркебай батыр туралы әңгіме. Ол өзі Саржомарт руынан шыққан, Саржомарт руының адамы. Жас кезден бастап аңшылықпен айналысқан. Керемет құралайды көзге ататын мерген. 20 ғасырдың басында Столыпиннің саясатымен, аграрлық саясатымен қазақ жеріне қара шекпенділер келе бастайды. Россияның ішкі өңірінен мұжықтар орналаса бастайды жерге. Сонда Алтайдың енді әдемі жерлері орыс үкіметін қызықтырады. Соған келіп қоныстанушылар қоныстана бастайды. Бұл саясатқа Күркебай өте қатты наразылық білдіреді. Одан кейін тіпті қарулы қақтығысқа да береді. Сонда бір қызығы жалғыз өзі кек алады. Болыстарға қарсы шығады қорықпай, патша ұлықтарына қарсы шығады, сөз тигізіп, кейбір тіпті қоныстанушылардың қанын да төгеді. Осындай әрекетпен жүрген Күркебайды жамандап Омбы губернаторына хат жазып, ұлықтар, Семей облысында ұлықтары бар, ол кезде Семей облысына қарайды. Соған хат жазады, баяғы осындай халықты бүлдіріп бітті, оңбаған баяғы қарақшы деп. Соны қайбір дұрыстап жазады дейсің. Содан өзі қатты мерген екенін естиді, таудағы аңшы, тауда жүретін ылғи, ұстауға бір отряд келеді, 60 кісіні жібереді. Сол 60 солдат жайлап жүріп отырып, сол Алтай маңына келеді, сол Күркебай мерген мекендеген жерге. Оның енді келе жатқан ұзын-құлақтан естиді, 5-6 мылтық дайындайды, бір таудың басына барып бекінеді. Көп оқтар жинап алады енді, әбден дайындалып. Сол әр жерге мылтықтар қояды, адам баласы шыға деген жерге. Өзі таудың басына бекінеді, азық-түлік бәрін жинап алады. Содан орыс отряды келеді, офицер бастаған. Оған енді бір сатқындар әлгі, енді болыстың адамдары, солардың біреуі көрсетіп береді. Ана таудың басында Күркебай бекініп алды деп. Солар 60 солдат, отряд сол таудың етегіне кеп жайғасады. Анау енді Күркебайды өзі батыр адам, шайқасты тосып жатқан адам, аспанға мылтық атып, өзін білдіреді. Мен осындамын, шығыңдар деген секілді. Солдаттар шабуылдап, жан-жақтан ұмтылады. Ұмтылғанда басында өзі бір жайдақ жол бар, бірақ жол. Солымен қалған жолдар қиын. Сол жайдақ шығатын жолмен кішкене жолдар бар. Ақырын биікке көтеріп, солмен шабуылдайды. Бірақ та Күркебай төбеден оқ жаудырып, 15-16 сарбазды өлтіреді, атысып. Мыналар тигізе алмайды таудың басына. Одан кейін қарай шегінеді. Одан кейін алады, офицер тактиканы әдісін өзгертеді, екі жақтан шабуылдатады. 10 кісіден. Ең бірінші оңай жақын жер деген, тез таудың басына шығып кетемін деген жерге келеді, сол жерде тықып қойған мылтығын алып, сол жерден оның келе жатқан солдаттардың бәрін 7-8-ін өлтіреді, қалғандар төмен қарай қашады. Одан бұрай 10 жаққа бұрылады, сол жақпен ақырында баяу жылжып келген солдаттарға сол жерде тұрған мылтықпен көздеп, сол жердегі тыққан оқтарды оқтап, оларды кейін шегіндіреді. Содан енді бір күн солай өтеді атыспен. Түнде солдаттар демалады, кейін шегініп. Күркебай тау басына демалады, от жағып, жылынып. Содан таңертең қайта офицер сапқа тұрғызады, қайта бастайды шабуылды.
қайта шабуылды бастайды. Үш жақтан шабуылдайды енді. Үш жақтан шабуылдайды. Оны алдын ала Күркебай жоспарлап қойған. Енді сатқын қазақтар да бар шығар арасында, офицерге көрсеткен осындай жолдар бар деп. Сол үш жағы жол, өз шығатын жол үшеу. Соның ішінде біреуі бір жолы оңай шығуға, екі жолы қиындау, бірақ шығуға болады. Сол үш жақтан шабуылдайды. Үш жаққа мылтықтарын қойып қойған, дайында боқтарымен бәрімен. Үш жақтан айнала атады, жүгіріп жүріп, төбесі шыңның басында. Содан көп шығынға ұшырайды да, солдаттар ала алмай қояды. Қит етсе, басын тастың астынан шығарса, маңдайдан тиеді. Ол өзі кішкентай кезден бастап үйренген Күркебай мерген. Мүлт кетпейді, қол мерген. Содан көп солдатынан айырылып, кейін қарай кетеді, өзі де жараланады офицер. Кейін төмен түсіп қараса, бір 20 шақты қалыпты, 60 солдаттан. 20-ға жетер жетпес, соны алады да, енді кейін қарай жол жүреміз дейді. Кейін қарай кете бастайды, жиналып, жаралыларды алып, арбамен келген, бір жерден арба тауып әкеледі, арбаға салып жаралыларды. Одан кетіп бара жатқанда, ана Күркебай таудан түседі. Таудан түседі де, артынан еріп отырады. Артынан еріп отырып, тоғайдың араларынан өткенде, сол жерден атысып, өз қалған 20 шақты солдаттың да бәрін қырады. Ең ақырында жараланған, иығынан жараланған әзірге шыққан офицердің өзін жақындап келіп атып өлтіреді. Сөйтеді, түгел бір отрядты жойып жібереді. Содан барады да, ауылдарына барып, тез өзінің туысқандарына айтып, қош айтып, мен кеттім енді деп, Жунга жеріне кетіп қалады, Қытайға өтіп кетеді, тау арқылы. Қытайға өтіп кетті, сонда өзінің қандастарымен солардың арасында 1-2 жыл тұрады. Тыныш тұрады, жақсы тұрады. Бір күні Алтай аймағының, сол Қытайдың жеріндегі, Қытай өзі шүршіттерге қараған. Манчжур империясы, Син империясы дейді. Сол Алтай аймағының Жиян жүні губернаторы. Сол бір күн естиді, осындай губернатор деген, то есть губернатор естиді, осындай бұзық, қарақшы бір отрядты қырып кеткен адам осында жатыр деп, біздің жерде. Содан кейін өзінің солдаттарын жіберіп, қапыда Күркебайды ұстап алдына келеді. Тергейді, сұрайды, бәрін тыңдайды, одан абақтыға жауып қояды. Содан Батыс Сібірдің генерал-губернаторына хат жолдайды. Осындай сіздерде бір қашқан қарақшыны ұстап алдық деп. Жарайды, шекараға шүршіт солдаттар апарады да, шекарада өткізеді патша солдаттарына, Россиян солдаттарына. Олар қол аяғын кісендеп, ары қарай омбыға алып келеді. Омбыға алып келеді, губернатор өзі әлгіден баяғы сұрақтар алады. Сұрақтар алғанда, бірақ алдын ала губернатор есеп беріп қойған, осыдан 3 жыл бұрын әлгі бандылар түгел жойылды деп. Ол енді айтпайды ғой, Күркебай мерген бірақ жалғыз өзі соғысты деп бізбен. Бір отряд, олар 500 кісі, кемінде 600 кісі, сол отряд сол соғыспен соғысып, олардың бәрін жойып бандысын. Сонда Күркебай қаза тапты, қаза болды деп, отчет жазып түгелде, бәрін түгелде жіберіп қойған ғой жоғары жаққа. Енді не істейді? Одан кейін өзі бір қызықтау адам екен губернатор. Қой, бұны енді қалай, енді қайтадан Күркебай тіріліп келді деп айта ма? Не деді? Одан Күркебайға айтады, екеуміз бәстесек дейді. Егер де соны орындасаң дейді, мен айтқанымда үйге қайтасың дейді. Мен сөзім дейді. Офицер сөзі дейді. Губернатор генерал ғой енді. Генерал сөзі дейді. Одан жарайды дейді. Одан есік алдына шығарады, өзінің офицерлерін бәрін жиналады, түрмеден бір кісіні алдырады, 500 метр жерге қойдырады. Қолына мылтық береді бір уақ. Айтады, ананың кісінің басында ақ шляпа тұрады 500 метр жерде. Соны қағып сүрсең шляпаны, кісіні өлтірмей дейді. Сонда сені босатам дейді. Уәде дейді. Жарайды дейді. Мылтықты алады асықпай. Аспанға бір қарайды. Енді Тәңірге сиынып, Құдайға сиынып, алады да ақырындап түсіріп, көздеп тұрып тарс еткізеді. Бәрі көреді, енді отырған жұрт бәрі, губернатор да бәрі. Ақ шляпа ұшып түседі. Анау тұр орнында, түк болған жоқ. Түрмедегі адам. Содан қол шапалақтап түрегеледі, губернатор шақырып алып, дұрыс енді айтқан деп 3 солдатқа тапсырма беріп, сол 3 солдатпен шығарып жібереді, өзінің еліне дейін жеткізіп салады Күркебайды. Сонымен Күркебай қалады ауылда, бірақ ешқайда қатыспаймын деп қолға да алады. Енді губернатордан ештемеге араласпаймын, бұзық жасамаймын. Содан ауылға келді, тыныш өмір сүреді. Тыныш өмір сүреді, бір 3-4 жылдай өмір сүреді тыныш.
содан басталады да енді үйленеді, балалар болады. 16 жылғы дүрбелең басталады. Ақ патшаға солдат бермейміз деген. Сонда Алтай маңында халықтарда балаларымыз солдатқа бермейміз деп көтеріледі. Енді Күркебай қалай одан шет қалады. Өзі батыр, оған сөз салады, бастаңыз бізді, сөйтіп әлгі батырсыз деп. Содан жарайды деп дайындалып, отряд жинап жатқанда оны біреулер атып кетеді. Күркебай мергенді атып өлтіреді. Ол әрине ұлықтар бәрі одан қорқатын түгілдей. Ең бірінші тапсырма сол болды. Күркебайды атып өлтіру керек деген. Сондай тапсырмамен Күркебай батырымыз қаза табады. Бірақ та керемет ерлігін оны ешкім ұмытпайды. Енді білмеймін, осылай жалғыз өзі бір отрядпен шайқасып, түгелдей қырып кеткен деген, және патша отрядын, ақ патшаның отрядын қырып кеткен дегенде, мен мысалы өзім оған дейін бұрын естігем жоқ болатын. Осымен әңгімелерімді бүгінгі аяқтаймын. Сондай Күркебай батыр қазақ халқының мәңгі есінде қалады.